Бүгінгі жинақ ертеңгі мол зейнетақыға кепіл бола ала ма? Ертеңгі күні ең азы жинақпен зейнетке шыққанда қанша зейнетақы алуға болады? Төлем республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен болмауы керек. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінде зейнеткерлік болашағына алаңдайтын қазақстандықтардың саны артып келеді. Баспана сатып алу, азық-түлік, коммуналдық ақылардың шарықтап кетуі қосымша зейнетақы жинақтарын жинақтауды қиындатады. Көптеген адамдар өз шығындарын бақыламай және банк несиелеріне жүгінбей бүгінгі күнмен ғана өмір сүреді. Нәтижесінде адамдардың көпшілігінің есеп шотында жұмыс берушінің зейнетақы жарналарынан басқа жинақтары жоқ. Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігінің ең төменгі шегіне жеткенде қандай зейнетақы төлемдеріне сене алады? Зейнетақы жинақтарының ең төменгі барабарлығының шекті мөлшері Қазақстан Республикасы үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымда қаулысымен бекітілген жинақтаушы зейнетақы қорын анықтау әдістемесіне сәйкес есептеледі. Бұл әдістеме нормативтік құқықтық акт болып табылады. Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен емес, ай сайынғы зейнетақыны қамтамасыз ету үшін қажетті міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылатын зейнетақы жинақтарының ең төменгі мөлшері. Ай сайынғы зейнетақыға мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері мен бірыңғай зейнетақы қорынан төленетін төлем кіреді. Ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері әдістемеге сәйкес есептелген зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасының 12-ден 1 бөлігі ретінде айқындалады. Зейнетақы төлемдерінің бірінші жылындағы зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасы зейнетақы жинақталымын төлеу мөлшерлемесі бойынша зейнетақы жинақтары сомасының көбейтіндісі ретінде есептеледі, яғни 6,5%. Бұл ретте есептелген ай сайынғы зейнетақы төлемін төлеу республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің кемінде 70% мөлшерінде жүргізіледі. Ерлер мен әйелдер үшін 9.890.000 теңге зейнетақы жинақтарымен зейнеткерлікке шыққан кезде ай сайынғы зейнетақы төлемі 53.500 теңгені құрайды. Жыл сайынғы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері 5%-ға индекстеледі. Мысалы, бірінші жылы 53.500 теңге төлегеннен кейін келесі жылы 56.200 теңге болады. Зейнетақы төлемдері зейнетақы жинақтары таусылғанша жүзеге асырылатын болады. Ең алдымен зейнетақы жинақтары зейнетке шыққаннан кейін лайықты өмірді қамтамасыз ету үшін қажет екенін түсіну керек. Еңбек табысы неғұрлым тұрақты және жоғары болса, зейнетақы жарналары соғұрлым тұрақты және ұзақ мерзімге төленсе, жинақ сомасы соғұрлым жоғары болады және сәйкесінше төлемдер сомасы да жоғары болмақ. Сондықтан зейнеткерлікке шыққаннан кейін жинақтарыңыз барынша жоғары болуын қамтамасыз етуге ұмтылу маңызды. Зейнетақы жинақтарын шекті мәндері инвесторлардың кірісінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына болашақта тұрақты жарналар мен ең төменгі зейнетақы мөлшерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.